Менің орамалға келуім өзіме бір жүрегіме жылу, сәттерге толы, сондай естелік болып қалған күндердің бірі деп айтсам болады. Себебі мен орамалға келетін кезде, ол кезде студент болатымын. Сөйтіп бір күні ауылға бардым. Ауылға барғаннан кейін жұма күні, неге екенін білмеймін, бірақ жүрегімде ерекше бір құлшыныс пайда болды орамал тағуға деген. Сол намаз оқитым, ол кезде орамал тақпаймын ғой, бірақ сол намаз оқитын кезде апамның көйлегін киіп алам, және де орамал болатын, орамал тағып алам. Сонымен сыртқа шығам, есік алға шыққан кезде көршілер мынау кім, мені көреді, енді осы үйдің қызы ғой, басқа ағымға кіріп кетті ма деген секілді андай шошынып қарайды. Бірақ ол кісілердің олай қарағаны мен үшін бір реніш болған жоқ, керісінше бір жүрегімде бір сондай оларға деген аяушылық болды біріншіден. Екіншіден ол кісілерге деген бір сондай олардың айтқан сөздерінен Алла тағала маған сауап жазып жатыр ғой деген секілді менде қуаныш болды. Және де ол кісілер үшін дұға жасадым, дұғада да болдым. Сөйтіп сол күні ерекше жүрегімде сондай орамалға деген жүрегімде ыстық бір сондай сезімдер ояна бастады. Енді мен орамал тағайын десем, менде киім болмады, өзім студентпін. Сөйтіп менің әкем жоқ, енді әкемнің орнында біздің үйде әкеліктің қалатын артындағы басшылықты ол ағамның қолында. Сол ағамнан сұрадым. Сол менде киім жоқ болғандықтан. Ағам намаз оқымайды. Мен орамал таққым келеді дедім. Сонда ағам намаз оқымаса да, бірақтан егер орамал таққым келсе тақсай деді. Мен сонда менде қаражат жоқ, оған киімге алғанға қаражатым болмай тұр дедім. Сонда ағам егер де айлық алсам, мен саған көйлегіңді алып берем деді. Ең қызығы, мен екі ағам бар, екеуі де намаз оқымайды, бірақ мен орамал таққан кезде қолдау көрсеткен осы екі ағам болды. Бұл Алланың маған беріп тұрған бір мейірімділігі болды деп ойлаймын. Мен енді анам бірақ орамал түсінбейді, тақпай қойсай, қыс қой, шапка ки, жаурайсың ғой деген секілді сондай сынмен білдіреді орамалға деген қарсылығын. Бірақ анамның өзі маған қатты сөйлеген емес. Сонымен енді ағам бірақ айлығын қашан алады деген менде сұрақ туындады. Ол ұзақ уақыттан кейін алуы мүмкін ғой, мен сол уақытқа дейін күтем ба деп. Сонымен бір әпкем сен намаз оқисың ғой деп маған бір орамал берген. Сол орамалды алдым. Сосын мамамның бір ұзын көйлегі болды. Сол көйлекті кидім де, және де әпкемнен берген орамалым менің ең алғашқы Алла бұйырған бүркеніш, яғни хиджабы болды. Осы хиджабты мен ауылдан ең алғаш анамның көйлегі мен әпкемнің берген орамалын алып, сол күйінде орамал тағып бастадым. Осы көйлекпен, осы орамалмен Алматыға келдім. Яғни ең алғашқы көйлегім осы мамамның көйлегі. Алматыға келдім. Келгеннен кейін жатақханаға барып, заттарымы орналастырып, сабаққа барам. Сабаққа барсам, бір группаласым алдымнан жүгіріп шықты. Не керегі бар бұның, не керегі бар деп. Соменен ар жақта бір намаз оқитын тағы группаласым бар. Ол жүгіріп шықты да, тыңдама, молодец, уважаю деп, сені сыйлайым деп. Сөйтіп не істеді, мені керісінше ол қорғаштай бастады. Яғни Алла тағала бір тарапынан мынандай сынақ жіберсе, бір жағынан осындай маған мейірімділігін төгіп отырды. Бірақ мен орамал таққаннан бастап айналамда көптеген өзгерістер болды. Мен мысалы группаластарым менімен сіз деп сөйлесе бастады. Жаңағыдай бір сондай өзекті мәселелер болса, менімен кеңесуге келетін сондай бір айналамда адамдардың маған деген сыйластығының пайда болғанын көрдім. Одан кейін тіптен автобусқа мінсем, үлкен орыс аталар маған орын береді. Саған отыруға болмайды, отыр деп. Қолыма кәмпит ұстатып кетеді. Тіптен ұл балалардың өзі орын береді. Сондай бір ерекше бір ыстық кездер болды. Тіптен саяхатта, осы Алматы саяхат деген жері, сол жерден кетіп бартқан кезде бір кісілер халал халва деген бар, сондай беріп кетеді. Бір Алланың қалауымен бір айнала деген мейірім шуаққа толғандай бір сезімдер болды сол сәттерде. Енді алғашқы сол орамал таққан кездерім әрбір сәт
мен үшін ерекше болды. Өйткені мен Алланың бұйрығын орындап бастағаннан бастап Алланың маған кәдімгідей мейірімділігін төккенін сол кездері сездім. Тіптен ер адамдардың өзі адамға сыйластықпен қарап, не болсын соны айтпай, сондай бір Алла тағала өзінің бір қорғанына алып қойғандай сондай бір сезімдер болды менде. Сол себептен бұл орамал Алланың бізге берген бұйрығы болғандықтан, бұл біздер үшін, әйел адамдар үшін, қыз балалар үшін пайдасы өте көп. Әрине қарсы шығып жатқандар да бар, бұл қазақтың кемес қой деп. Алайда біздің қазақтың тарихына қарайтын болсақ, қазақтың тарихындағы әйел адамдардың киген киімдерінің бәрі бұл хиджабқа сай келеді. Енді біз әрине дәстүрімізбен ұштастырып киюге тырысамыз мына өмірде, ой-өрнекпен жекеттерін киіп. Бірақ енді сәукеле киіп, ондай кие алмаймыз ғой. Бізге де заманауи өзіміз жұмыс істегенге, тірлік істегенге ыңғайлы болу үшін орамалдар тағамыз. Жалпы айтпағым, бұл орамал Алланың бұйрығы. Біз айналамызда кез келген нәрсені қарайтын болсақ, барлығы өзінің қабымен жаратылған, орамалмен жаратылған. Мысалы, жаңғақты қарайтын болсақ, оның сырты қатық өзінің қоршауы бар. Ол болмаса, ішіндегі жаңғақ бөлінеді. Сол секілді алма болсын, оның сыртта қабығы бар. Қабығы болмаса, іші бөлінеді. Кез келген озон қабаты болсын, немесе маржан тас болсын, әрқайсының сыртқы қабықтары бар. Яғни қоршаулар бар. Міне сол секілді Алла тағала әйел адамды қорғау үшін осындай маржан тастан да қымбат әйелді осындай орану үшін бұйырып қойған. Яғни біздер бүлінбеуіміз үшін. Өйткені әйел адамға тағы бір нәрсе, ол әйел адам сұлу, нәзік болып келгендіктен көз деген нәрсе бар, көз тию бар. Екіншіден, мынау күннен бөлінетін сәуле әйел адамға көбінесе зияндылығын бөледі. Ол діни тұрғыдан емес, ғылыми тұрғыдан да қазір зерттеп жатыр. Яғни күн сәулесінен бөлінетін сәулелерден көптеген мынау біздің денемізге ракты туындататын зиянды заттар бөлінеді. Ол бір. Екіншіден, әжім түсу, осы күннің себептерінен бізге көп әсері бар. Міне Алла тағала соның зардаптарын бәрін білгендіктен көзінде сол себептен әйел адамның таза әрі сондай қорғалған күйінде болуын қалап, бізге жақсылық қалауменен осыны Құранда бұйырған екен. Құранда Нұр сүресінде де келеді, бұл әйелдерге бүркену туралы. Сол себептен біздер бұл тарихымызда жоқ демей, Алланың бұйырған әміріне қарсы шықпай, бұны осылай қабылдағанымыз дұрысырақ болады екен. Тыңдағандарыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.